Екеуміз ғана ма? Басқа ешкім келмей ме? Екеуден екеу? Жағдай онша емес. Неге? Білмеймін. Сіз жолыңыз болмайтын адам екенсіз. Біресе құлайсыз, біресе арба. Одан қалса әйеліңіз. Тіпті Кеннеди отбасы деуге болады. Ханым, Я? мына жігітке хат қалта әкеп беріңізші. Рахмет. Рахмет. Бұл не үшін? Мынау не? Бұл сіздің өнер нарығындағы бағаңыз. Суретіңізге 11 мың алдым. Тек өнерді тастамаңыз. Дарыныңыз бар анық. Енді ше, тиімді кәсіп. Маған аяғасынан ой келді. Бір беймәлім шабыт оянды. Бірден бәрі салына кетті. Оның үстіне музыка да келсе кетті. Бәрі өзінен өзі шықты. Көзім ашылып, дүние жарқ еткендей болды. Мен бір жарық көргендей болдым. Осы бастан лағып кеттіңіз. Жоқ, енді 11 мың евро. Бұл енді естен... Бұл не? Түктетпейді. Физели аш тесігі. Енді ешқайсымыз аман қалмаймыз. Филипп, қиындық туса, бүкпей айтыңыз. Танысқаныма қуаныштымын. Мен мұндай қалжыңдарды жек көрем. Жоқ, рас, сіз аяқсыз өмір сүруге үйреніп қалдыңыз, ал мен шыдай алмайм. Бұндай істеу үшін нағыз жынды болу керек. Бар ондай. Шынымды айтайын, Филипп. Сіздің басыңызда бір ақау бар. Рас па? Білмеппін.